Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тока Лайф арнасы. Бүгінгі видео ол менде жаңғырғылар деп аталады және бұл 6-шы серия, соңғы серия. Ал ендеше біз бастаймыз, көп созбай және арнаға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз кеттік. Ақыры кетті-ау. Қалай мен, бірақ ол мен емес қой. Жарайды, мен оны по-любому дәлелдеймін. Қарашана балалардың отқан түрін. Ең бірінші киімдерімді жинап, енді кету керекпін. Кет дегеннен кейін. Мен оны по-любому ұстап берем. Көреді ғой. Телефонды обязательно ұмытпаймын. Ол просто Балнұрға алданып жүр. Жарайды, сау болыңдар, мен кеттім. Мен бәрін Балнұрдан бекер күтіппін. Я, сол ғой, сен ғой бәрін істеген мой. Мен қасымызда жүрген Дамира екен ғой сөйтсем. Я, мен де оны білмедім даже. Ашуланып тұрғанымдай. Кеттік, шай ішіп келейік. Кеттік. Балнұр, сен не істеп отырсың күліп? Біз Дамираға ашуланып отырсақ? Жай. Просто телефоннан бір қызықты нәрсе көргенмін ғой. Қызықты нәрсе көретін кез емес қазір. Қасымызда жүрген Дамира мүлдем. Мен одан күтпедім ондай. Я, сол ғой, еще сендер мені айтып қоясыңдар. Кешір бізді. Я, кешір. Одан да өзіміз әңгіме айтып шай ішейік. Я, давайте. Сөйтіп олар Балнұр емес екен деп ойлап, яғни Балнұрмен әңгіме айтып өз сырларын да айтып қояды. Так, мен торговый центрде бүгіндікке болатын шығармын. Так, мына жақта не сатып тұрса, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, келіңіз, алыңыз, қараңыз. Мына жақта ең бағалы заттар прям күшті. Так, мыналар маған таныс сияқты негізі. Қайда, көрейінші, беріңізші. Қазір. Мынау не карточка? Бұл біреудің карточкасы. Яғни, короче, сізге маңыз емес қой, бәрібір оның ішінде ақшалар бар, соны алып алыңыз. Қараңыз, осындайлар бар. Керемет қой, я? Я, қазір көрейінші, енді кімнің аты жазылып тұр екен. Не? Мұнда менің досымның аты ғой? Мына жақта ше? Мына жерде де менің досымның аты. Сіз мыналарды қатын тауып жүрсіз. Мына очкилардың бәрі. Мынау кімнің фотоаппараты емес пе? Аружанның. Сіз бұны қақтан алдыңыз? Не? Жоқ, мен өзім сатып алдым ғой бұны. Бізде анау Қытайдан заказ келді ғой. Өтірік айтпаңыз, сіз бұндай заказдар келмейді. Жүріңіз, алып келіңіз мына заттардың бәрін. Жоқ, бермеймін. Неге береді екенмін сізге? Сіз беру керексіз, себебі бұның бәрі, яғни менің достарымдікі. Хотя бы маған ақша беріңіз. Саған неге ақша береді екен? Неге берем? Бермеймін, конечно. Бұлардың бәрі менің достарымдікі. Мынаған сыймайды, берші мынаны. Осыған саламын. Нормально осыған. Саған ешқандай да ақша бермеймін, түсінікті ме? Болды, мен өзімнің неге мен кеттім колледжіме. Сондықтан ешкімнің затын ұрламауға тырыс. Бұны саған кім әкеліп берсе де, оны алма, түсінікті ме? Не, жарайды, жақсы. Бірақ мен ешкімге айтпаңызшы, өтіне мен саттамаңызшы. Жоқ, ешкімге айтпаймын. Бұндай қайталанатын мен сені енді көретін болсам, онда мен сені точно айтамын. Кеттім, тезірек осылар қуанып қалатын болды ғой. Кездері енді достары жатуға дайындалып жатырған еді. Мәссаған, менің пландарымның бәрі іске асып жатыр. Керемет. Енді екеуінен ғана құтылу ғана қалды. Жарайды, одан да тезірек жатайын. Ойбай, киімімді шешіп жату керекпін. Жарайды, мен кеттім, ұйықтаймын. Так, мен телефонымда не болып жатыр екен? Қарап алайыншы. Жарайды, Аружан, қайырлы түн. Мен тезірек ұйықтайын. Я, қайырлы түн, ертең уже сабақ қой. Блин, уже сабақ. Сол кезеге Дамира да келіп қалады. Қыздар, барлықтарың мұнда келіңдер, сендерге бір жақсы жаңалық айтқым келіп тұр. Не? Бұл Дамира ма тағы да? Жоқ, бармай-ақ қояйықшы. Бірақ ол не үшін келуі мүмкін? Жарайды, жүріп барып көріп келейік.
Не? Бұл Дамира ма не? Тоқта, бұл бөліп қойған жоқ па ештеңені? Дамира, сен не үшін келіп тұрсың енді бізге? Қыздар, несіндер бір жаңалық айтқым келіп тұр. Бағана торговый центрда тұрсам, бізбен жасты қыз бір нәрсе сатып тұр екен. Сосын барып қарадым. Қарасам, қараңдар, мен не тауып алғанымды қараңдар. Не қараңдар? Не, сонда бұл мен достымды көріп қалдым екен. Не, қаны көрсетші. Мынау менікі ғой. Мәссаған. О, банк карточкалары. Ура! О, керемет. Дамира, сен сонда бұны сен істемедің бе? Жоқ, қыздар, бұны мен істемедім. Сендер бірақ маған жауап қойдыңдар. Бірақ бұл Балнұр енді сен ісін деп ойлаймын мен. Балнұр, сонда бұл сен бе? Жоқ, қыздар, қумандаршы. Мен емес, мен кеттім, мен ұйықтаймын. Дамира, ертең онда жаңағы жерге барып көрсек. Я, жарайды, ертең барып көреміз. Онда бүгін тезірек ұйықтайық. Таңертең. Ой, тұрайын. О, уже азан болыпты. Тезірек жуынып, таңғы ас дайындап, шығу керек қой. Шығу керек. Сосын ана қызымен білгім келіп тұр. Оны кім, жаңа қыз ба алғаны ма? Сол қыз алды ма екен? Или оған басқа біреу берді ме екен? Соны білгім келіп тұр. Және ол қалай біздің заттарымызды ұрлап алуы мүмкін. Жарайды, бүгін кім кезекші екен? Той, бүгін мен кезекші екенмін ғой. Жарайды, оны ешкім біле қоймас. Балнұр кетіп қалады. Сол кезде мен де кете салармын. Үйге қызметші жолдай саламын. Және болды, әңгіме шешілді. Енді жұмыртқаларды пісіріп алайын. Так, ой, мен қателесіп кеттім. Мен қазір пісіріп жатырмын. Қыздар, тұрыңдар, уже таң атты. Тезірек тамағымызды ішіп, баратын жағымызға барайық. Ой, бұлар қаяққа барады тағы. Ол емес па кезекші? Аружан, сен емес пе кезекші? Білемін, я, сендер барып келесіңдер ғой. Мен үйде қалып, өзім жинаймын. Жарайды. Ойбай, мен ұйықтап қалыппын ғой. Шаршағам соншалық. Сәлем, қыздар, қайырлы таң. О, жақсы тағамақтар. Ой, қыздар тұрып қойған секілді. Так, о, қайырлы таң, қыздар. Жарайды, тезірек тамағымызды жеп алайық. Я. Жарайды, қыздар, мен кете берейін. Маған кету керек болып тұр. Жарайды, біздің жастарымыз болды. Я. Так, мынаны киіп алайын да. Өзімнің ақшамды алып. Ой, бір жаққа тезірек срочно, бір жаққа кету керекпін. Ата-анама барып келемін дегендей. Қыздар, кеттік ба? Я, әрине кеттік. Мен қазір қызметшіге звондап қойыншы. Наны аламай жатырмын. Міне, алдым. Қызметші өз жинай салар, кеңейік барып. Я. Сәлеметсіздер ме, мен қызметші болуға келіп тұрмын. Аха, жарайды. Мына жақтың бәрін реттеп қоясың ғой, жарай ма? Жақсы, сіздер кетесіздер ме? Я, кетемін. Содан кейін келгеннен кейін беремін ақшаңды, жарай ма? Жарайды, мен жинастыра берейін онда. Ал, қыздар, кеттік бе? Я, бізге жолды көрсет, Дамира. Аха, кеттік онда. Міне, қыздар, мына қыз. Сәлем. Сәлеметсіздер ме? Қараңыздар, келіңіздер. Міне, баға заттар өте көп. Бұны сатсаңыздар, білесіздер ме? Прям көп ақша аласыздар. Так, әңгіменің қысқасы, сен бұларды қақтың тауып жатырсың. Сіздер, кешіріңіздер, мен шатастырып алыппын. Мынау не қызы? Просто шатастырып алым, кешіріңіздер. Әңгіменің қысқасы. Жарайды. Әңгіменің қысқасы, сен бұларды қақтың тауып жатырсың. Я, сол ғой, мен кеше келген кезде бұл менің достарымның карточкасы деп айтқан болатынмын, заттары деп айтқан болатынмын. Сонда сен олардың бәрін Қытайдан алып жатырсың ба? Я, Қытайдан алып жатырмын. Шындықта немесе сотталасың. Ой,
Қыздар, жоқ, мен соттамаңдаршы, өтінем. Біздің компанияда бір бастық қыз бар. Яғни ол бізге тауарларды ұрлап әкеп тұрады. Және біз оны алып осы жаққа сату керекпіз. Сонда сендерге неше ақша төлейді? Бізге 300 мың теңгедей ақша төлейді. Сондықтан мен осы жұмысқа тұрдым. Бірақ бұл жаман жұмыс қой. Иә, ол қыздың аты кім? Ол қыздың аты Балнұр. Не? Балнұр? Иә, сол қыз бізге алып келеді. Жарайды, қыздар, мен тезірек кете қояйын. Жарайды, сау болыңдар. Сау болыңыз. Кеттік, қыздар. Балнұр екен ғой бәрін істеп жүрген. Кеттік, Балнұрға барып айтамыз. Иә, бәсе, мен ол үйден қуып жіберіп. Соны айтамын. Әпкелер, мен жинап болдым. Маған ақшаларымды берсеңіз. Жарайды, міне ал. Рахмет. Үй таза болып тұрған сияқты. Жарайды, сау бол. Сау болыңыз. Енді Балнұрдың келгені күту керек. Шешініп алайық, достап. Өзіміздің үй киімімізді киіп алайық. Я кеттім. Олар әңгіме айтып отырғанда 1 сағат көлемінде Балнұр да келіп қалады. Қыздар, не болып қалды? Түрлерің жаман көрініп тұр ғой. Ештеңе болған жоқ. Не болды маған қатты сөйлеп? Ештеңе істеп қоймадыңдар ма? Жоқ, біз бәрін білдік, наоборот. Нені білдіңдер? Сен ғой бәрін бізге, яғни мені үйден қуып, бізді ұрыстырып, және біздің заттарымызды сатып. Не? Сендер оңғақтан білесіңдер? Біз бәрін білеміз. Сенің бір асындағы жұмысшың айтты бізге. Сонда сен істеп жүр екенсің ғой. Біз сені сотқа береміз. Жоқ, өтінем, сотқа бермеңдер, пожалуйста. Кешіріңдер, сендерге барлық ақшаны қайтарып беретін боламын. Міне, ал. Осын бәрі сендерге, және ештеңе істемейтін боламын. Және мен үйден кетемін, болды. Тезірек заттарымды жинап кету керекпін. Тезірек, ато бұлар мені қазір сотқа беріп жіберсе, тезірек заттарымды жинап алайын. Так, мынауымды және мыналарды алып кетейін. Ато ақша керек болады. Мыналардың бәрін салып алайын. Ақша керек болған кезде осыларды сатып жіберемін. Болды. Так, не салып алсам болады тақты. Су салып алайын. Мынаны салып аласай. Болды. Все, мен кеттім. Қыздар, сау болыңдар. Болды, сендерге келмейтін боламын енді. Жарайды, сау бол. Бірақ сен олай істемегенде сен өте жақсы қызсың. Кешір, жарайды, сау бол, бара бер. Я, пока. Жарайды. Сау болыңдар, қыздар. Солай олар 3 жандыс болып бақытты өмір сүреді, және олар сабақтарында бірге оқиды, бірге шопинг жасайды, бірге кезекшілік атқарады. Солай олар ең жақын достар болады. Өздерінің сырларын ешкімге айтпайды. Достар, осымен менің Жан құрбылар атты сериалым аяқталды. Сіздермен болған мен Тока Лайф арнасы. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мен 1.60 версияны бүгін жазып көремін, немесе ертең жазып көруім де мүмкін. Оны сіздерге может телеграмда түсіріп көретін боламын. Оны сіздерге көрсетіп, негізі алдыңғы жолы сіздер сұрағансыздар оны, және мен бүгін может түсіріп қалармын. Если түсір десеңіздер, онда комментарияға жазып кетуді ұмытпаңыздар. Обязательно лайк қойыңыздар және тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.